Ассаламағалейкум. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қайырлы кеш десем де болады. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Сіздермен ауыл тынысы арнасы. Бүгін 23 қазан 2025 жыл. Бейсенбілік күн, кешкілік уақыт. Күн ұясына батып бара жатыр. Қып-қызыл боп. Күн ашық. Түстен кейін ғана ашылды. Бүгін түске шейін біздерде тұман болды ғой, қалың тұман болды. Түске шейін сейілмеді, түстен кейін барып түс ауа анық көз барлығы көріне бастады ғой. Шөптерді түсіріп келе жатырмын. Бүгін малдарды түңгілікке далаға қалтырайық деп осылай. Соларды күзетіп, қарап жүрмін. Мына жерде мынау осыдан біздің 2 жыл бұрынғы тұрған жайлауымыз. Ана жерде. Бұрын осы жерде бұлар жататынның өздерінің мекендері. Күндіз бірден осы жаққа келеді. Енді түңгілік білмейміз. Жаңа сауын сиырларды 4 сиырды сауын бөліп алдық. Арасынан оларда қайтқылар келмеді. Атпен, мотоциклмен әйтеуір бөліп алдық. 3-еуі бірден үйге қарай кетті. 2-еуі, біреуі бауырымның, Зейт бауырымның сиыры. Кеткілері келмей, біраз әлек салды енді. Бірақ ат қой енді ол. Ат қоймайды. Мотоцикл емес. Ат бірден бөліп алып шықты. Сонымен қайырып алып кетті үйге қарай. Енді мыналарда үйге қарай тартып тұр. Күннің батқанын бұл мал екеш малында біліп тұр ғой. Қас қараятының қазір. Бұлар да үйге қарай тартыңқырап тұр. Бірақ алдынан жібермей қайырып жүрмін. Қас қарайса жату керек ба деп тұрмын енді. Білмеймін енді, оны бір Алла біледі. Ауыл жаққа қарай қарақ бояды. Ауыл енді мына жақта. Әне қарауытып алыстан көрініп тұр ғой. Әне. Осы жақта тұр. Күнде шығарып, әкеліп жүрмейік деп енді қазір күзгі уақыт. Астық барлығы жиналды. Енді неме үйде айдап жүреміз бұларды. Біраз оңалсында, мынадай осындай жаңағыдай шөпті көрсеттім ғой, жаңағыдай шөпте деген оймен қалтырып жүрміз. Білмеймін, ол ойымыз іске асса, түнде қайтып келмесе болды. Одан кейін бір бауырым комментарий жазып жіберіпті. Өзіңізге бір ұнамайтын сиыр бар еді ғой деп. Соны бір көрсетіп қойыңызшы деп. Сонда бір көрсете кетейін. Міне тұр бұл сиыр. Бойы өсіп кеткен жоқ енді бұл сиыр болғаннан. Бірақ күйі түгелі жақсы. Күйі жақсарып қалды, бұрынғыдай емес. Қараңыздар, жанына қарай шыққанмын. Бірден ауылға қарай беттеп бара жатыр енді. Сондықтан бейғабыл бұлардың қалуы да. Негізі 1-2 күн әуре болсақ, бір 10-15 күн дейді осы далада жүрсе жақсы болар еді деп жүрмін. Бірақ кәдік сияқты зырылдағандарына қарағанда. Тойған малдар. Мынадай қалың шөптің арасында күйіс қайтарып бір жатып алса, астардан сыздап өтпейді. Түк болмаушы еді, бірақ енді білмеймін. Қалай болатын. Түскілік. Мына жерде бір көл бардың. Сол көлге айдап апарып тұрып,
3-тің кезінде сағат суарып алдық. Суға бір қанып алды енді бұлар. Тоқты бірге қалды шаққарымен. Қойлармен бірге, малмен бірге. Сиырлармен. Енді осылай біраз қас қарайғанша қарайы қайырсам, одан кейін ойлап та отырмын. Қас қарайғаннан кейін әсіресе қой малыдың енді қара малда жүрмеу керек. Бұлар да қорқады қой түңгілік жүруге. Түңгілік жүруге қорқады. Сондықтан мүмкін күйіс қайтарып жатып та қалар енді. Ал енді таңертең ертерек 6:30-нан қойды өріске шығарсақ, бірден осы жаққа келеді қой қайтадан. Міне жаңағы айтқан сиыр мінеге, ала сиыр. Енді бұлай 1,5 сағаттай үйге барғанша 1,5 сағаттай уақыт өтеді. Сондықтан есір қарсы айдап жүрмекші, осылай көрекші деген ойымыздың енді. Білмеймін. Қас қарайғанша жандарында болам енді. Балалар мотоциклмен атты мініп алғаннан кейін машинамен шыққанмын. Жайлауға дейін кеп машинаны жайлауға қойғанмын. Қарасам балар беттеп келе жатыр, сосын осы жерге дейін жақындадым енді. Бұзаулар да жүр. Өткендегі сиыр туды. Еркек ұрғашы екенін оны ешкім қарағанда жоқ, оны білмеймін енді. Расында айтсам, оны үйде ұстап тұрмыз. Алла бұйырса ертең оны да бірге қосып, бұзаумен осы жаққа кеп тастау керек. Сүт еміп жүрген бұзау тона қоймайды қой. Тонбау керек. Осындай жағдай біздегі. Ертеңде күн тұман болатын сияқты. Кешкілік салқындап бара жатыр. Аппақ қырау болды тұманмен бірге. Шөп түгіл аппақ қырау болып тұрды. Таңертеңгілік уақытта. Бір 100 метр жер, 50 метр, 100 метр десем, 50 метр десем өтірік боларым, бір 70-80 метр жерден түк көрінбейтін болды ғой. Атпен, салт атпен мініп, жорамалдап отырып, осы жаққа қарай беттетіп отырдық. Одан кейін трактор келді. Трактор біраз кештеу келеді. Тамағын ішіп, итіп болғанша балалардың бірі. Осындай жағдай біздегі. Енді видеоның қалғанын ертең қордақы бұқаларды үйдің маңын түсіріп жатсам, сонымен бірге қосып бір видео қылып шығарармын енді. Осы. Ассаламағалейкум. Тағы да бүгін 24-ті таңертеңгілік уақыт. Кеше кешкілік сиырларды далаға тастадым деп айтып едім ғой жаңа. Енді сол сиырлар түнде келген жоқ. Яғни сонда қалды. Таңертең тұрысымен ерте сырт жақтың түгілін қарап шыққанмын. Жоқ, келмепті. Мынау бауырым, зит бауырымның 2 сиыры бұл жерге кетті. Ей, шыт. Мына. Қазір бұларды да өріске әкетеді. Сауынды сиыр. Бұлар да сауынды сиырлар ғой. Мен мына жаққа келе жатқаным өткендегі толғағы қысып, бошалап жүрген сиырды бұзаулады ма деп кешел айттым. Бұзаулады деп. Сол сиырды көрсете кетейінші деп осы жаққа келе жатырмын. Ол сиыр міне тұр. Ол сиыр міне. Мынау бұзауы. Міне бұзауы да тұрды.
Қазір бұл сиырды да айдап алып кетеміз. Бұзауы сементал бұқаға тартқан, байқап тұрған шығарсыздар. Осындай бұзау. Еркек ұрғашысын білмеймін, кеше айтқанындай. Қарап көрейші. Еркек. Ұстауға мына сиыр кісіге ұмтылады. Бұларда қызғанып. Осындай жағдай. Қазір міне мынау сауынды сиырлар. Төртеуі біздің сауында, екеуі бауырымдікі, зейт бауырымдікі. Қазір мынау бұзауымен шығарамыз. Барлығын қосып, малдарға апарып қосамыз. Мынау далада қалады бүгін бұзауымен. Қалтырамыз деп отырмыз енді. Еріп барса, сол жақта жата береді қой сосын. Осындай жағдай. Малдарды айдап тастап, қойларды үйге келдік. Мына жақта ұрғашы тайшалар тұрды ғой. Өткенде осы жаққа бөлдік. Бұлардан бұл жерден алып тастадық әзірше. Әзірше бұл жақтан алып тастадық. Себебі астары көтеріліп, мына жер тарлау жер болып тұр. Малдар қыстаққа кіргенше кең жерде жүрсін деп не жаққа шығардық. Сиырлар қыста тұратын сиырлар жаққа шығардық. Қазір апарып көрсетемін. Міне мына жаққа. Сиырлардың орнына осы жаққа жібердік. Мынау былтырдан қалған шөп. Былтыр емес, былтырдың арғы жылынан қалған. Сабан араласқан. 2-3 жылдық шөп қой мынау. Малдардың астарына төсекке деп жазда осы жерге үйіп қойғанбызын. Соны қырқындылап, жеп, ан жерден жаңа шөп түсіріп отырамыз. Осы жерде жүр енді бұлар. Бір 15-20 күн бә малдар орыстен тоқтағанша осы жерде болады енді. Жүгірулеріне де, бой жазуларына да жақсы. Бұл жерден. Сондықтан осы жерге қойдық. Онdan кеп суларын ішеді. Бір мезгіл жемдерін жейді. Шөпке тоқ. Қайта малдар келгенде, сиырлар келгенде мына жерде төсектері де болып, кәдімгідей астары қалыңдап та үлгереді. Малдардың астынан сыз өтпейді сонда. Осы үйдегі кішкене өзгерістер. Мынау ең бірінші жылы сиырларды сауынға үйреткен темір ғой. Бұны шығарып тастау керек, немесе бұзып тастау керек енді. Бұл қажет емес. Жақта жылқылар ордақыда тұрған. Бұлар жақсы. Күйлері жаман емес, қазірдің өзінде дөмелақтанып алды ғой. О, жуас кәдімгідей. Мынау жешкелтің енді жұқамал. Екеуі жасты. Бірақ мынау жалпақтау келген. Быртық. Анау жұқалтын келген. Одан кейін өткенде 3 күндей болып қалды ғой деймін. Еділбай қошқарды алып тастадық. Бордақын ішіне жібердік. Себебі аяқ ақсап жүр. Өріске еруі қиындап. Еруін еріп жүр, бірақ аядым енді. Соңында қалып қояды. Қай жерде жатыр ғой деймін, ана жерде. Міне жатыр.
қошқар болып жүрген малдың ең соңында жүргені кәдімгідей ақсаңдап атардың сәнін бұзып тұрады, қойдың сәнін бұзып тұрады. Сондықтан қор қылмайықшы деп алып тастадық мына жаққа. Алла берсе келесі жұма, алдағы жұма хабарласты. 10 бастай ма балалар сойып облыс орталығына апарып тапсырады. Қойдың бағасы бізде 2600 теңгеден қабылдайын деді ғой. Сондай баға. Сонымен апарып бір 10 шақты басты тапсырып береді. Орнына атардың қойдардың ішінде тағы да бір 5-6 бастай бар. Еркектер соларды әкеп қайтадан қоятын боламыз. Ішінен теріп жақсы сиеміз дегендерді бір өткізіп жіберу керек болып тұр. Осы бүгін шайдай ашық күн. Күздің бір жайма шуақ әдемі күндерінің бірі болайын деп тұр. Неке байқап тұрған шығарсыздар, таңертеңгі кәдімгідей қырау. Таңертең кәдімгідей салқын болып тұр. Малдардан қазір балалар хабар алады қой енді. Қойларды айдап кетті, сол жаққа шығарып. Мен кеше қалтырған жерде жатыр ма, жоқ па. Соны түгелін көріп біліп келеді. Бүгін бір қонып шықты ғой, енді бітті, үйренді деп ойлаймыз. Алдағы күндерде де солай тастап кетіп отырамыз. Осы бар болыңыздар, аман болыңыздар. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Бар жақсылық болсын. Есен, сау болыңыздар.